Сәлем достар, осындай дәмді, пайдалы суп дайындағыларыңыз келсе, видеоның соңына дейін қарауға кеңес беремін. Нағыз ПП-ға арналған суп. Ол үшін бізге қарапайым дайындау жолы. Таза суға осылай етті саламыз, сосын май құймағандықтан мен осылай тоқ шек салдым, майы шығу үшін. Осылай қайнатып аламыз. Жақсылап бір қайнағанша мен горохты жақсылап жуам, 2-3 қайтара мұздай сумен жуып, осылай горохты салам. Яғни ет пен горох бірге қайнау керек. Горохтың көп қайнайтынын өздеріңіз де білесіздер. Бір қайнағаннан кейін, бір 20 минут, жарты сағат қайнағаннан кейін осылай морковь салам. Болды, бар болғаны осы 3 ингредиенттен тұрады. Осылай бір 5 минут қайнатып алам. 1 сағатта су дайын болады. Дайындалу жолы өте қарапайым, бірақ дәм енді айта алмаймын. Дайындап көріңіздер, ас болсын. Каналға жазылуға ұмытпаймыз. Осындай пайдалы суп шығады. Өз ой пікірлеріңізді қалдырыңыздар.